кезінде маңайындағы құрдастарына мен ешқашан өзімнің батырлығымнан танбай, және керемет ерлік көрсетіп барып өлем деп айтқан екен. Көтерілістің мақсаты не? Кенесары бастаған азаттық күрестің мақсаты үкіметінің отаршыл саясатына қарсы күресінде өзінің ерлігі мен табандылығын көрсетіп, тарихта қазақ хандығының ең соңғы ханы деп қалған болатын. Және ол Кенесары Қасымұлы туралы айтатын болсақ, Кенесары Қасымұлы өзіміздің Абылай ханның және Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болып саналады. Олай болса, қазір тез орындаймыз. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс пен Исатай Тайманұлы бастаған көтерілісті екеуінің ұқсастықтарын, айырмашылықтарын жазып тез бастаймыз. Ойып тыңдады. Сол қазір постерді тез толтырады. Құтылып кетумен болған. Және 1837 жылдың жазына қарай көтерілісшілердің жалпы саны 4-5 мыңға жуық болған. Басталған көтеріліспен Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің ұқсастығы берілді. Тыңдаңыз, бірінші топ. Қазір бағалаймыз ғой. Бір мәселесі халық азаматтылығы. Көтерілістің басталу себебі ертіс есіл бойындағы және шығыс солтүстік аймағындағы көптеген құнарлы жерлердің орыс шаруашылықтарына өтуі. Жақсы. Ұқсастығы. Жер мәселесі халық азаматтылығы, салық мәселесі. Жеңіліс сөйлем жазудың қажеті жоқ. Бір сөзбен ғана, тез. Бір сөзбен ғана, тез жасаймыз. Бұл. Насыл бұл тез. Болашаққа әсер. Осы Кенесары Қасымұлының көтерілісінен кейінгі не өзгерді? Болашаққа қандай әсер тиді сонда? Болашақ әсері Кенесары жас кезінен қабілетті батырлығын көрсете білген. өз халқын үшін күресі. Егерде ол тірі болса, тәуелсіздігімізді ерте алып, дамыған мемлекеттердің қатарына қосылар еді. Жақсы, керемет. Келесі. Сібір патшасы әскер жіберуі. Жақсы, керемет. Мен Сыпатай Қазымұлыны сатып кеткен бұл маңызды оқиға болып табылды. Есте қаларлық ол қазақ жерінің тәуелсіздік алуға үшін ат салысқаны. Және де болашаққа әсері, ол болашақта Қасымұлы егер де қайтыс болмаған жағдайда Қасымұлының көтерілісінен кейін біздің өмір тіршілігіміз нығая беруші еді. Және тәуелсіздігіне тура сол сәтте алған кезде біз қазір бейбіт өмірде сүріп өмір тіршілігіміз қатты нығаюшы еді. Жақсы, керемет. 300-дің ханы. Ол Кенесары ресейге қарсы күресте қазақтардың 300-ін біріктірмей жеңіске жететінін білген. Болашаққа әсері тәуелсіздікке көмектесер еді. Болды, жұмыс тоқтатамыз, бағымыз. Енді санаймыз. Қанша сөз таптық? 5 сөз таптыңыздар. Екеуіңіз 5 таптыңыздар. Өздеріңіздің бағалы парақшаларыңыз 5 балл болыңыздар. Жоқ, сіздерде қате. Біреу дұрыс, 4 балл бар. Біреу дұрыс емес. 2 балл, Амирлан 2 балл. Тоқтатамыз.
Geç. 3 bal sizde. Желілеріңізге кері байланыс ретінде Google формы сілтемесін жіберіп қойдым. Сол бойынша кері байланысты толтырып өтейік, оқушылар. Бұл жердегі сіздерге беріп тұрған мен осы сабаққа дейінгі Кенесары Қасымұлының көтерілісі туралы мен білемін. Не білемін? Сол туралы жастар. Және бүгінгі сабақта барысында Кенесары Қасымұлының көтерілісі бойынша не білдім? Не оқытым, сол туралы жастар, және білгім келеді деген жерге келесі сабақ барысында қандай тағы да Кенесары Қасымұлының отан көтерілісі бойынша тағы да білгім келеді деген ақпаратты толтырып жазып маған жіберіңіздер. Ал оқушылар, олай болса Кенесары Қасымұлы туралы білдік, үйрендік, көтеріліс туралы естідік. Олай болса биылғы жыл 2022 жылы Алашорданың құрылғанына 105 жыл толып отыр. Мысалы, ондай кісілер, мысалы Кенесары Қасымұлы, Исатай Махамбетұлын Алашордалықтардың барлығын алып болсақ, біздің қазіргі уақыттағы алған тәуелсіздігімізге бір қадам болса да алға басу үшін өздерінің үлестерін қосқан азаматтар. Қазіргі уақытта біздің тәуелсіздігіміз алған бір себебі ол қазіргі біздің Алашордалықтардың арқасы деп білеміз. Олай болса, сіздерді 16 желтоқсан тәуелсіздік келе жатқан мейрамдарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт, береке, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.